Жұмабек Ахметұлы Тәшенов 1915-1986 жылдардың аралығында өмір сүрген қазақтың мемлекет және қоғам қайраткері. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов 1915 жылы 20 наурызда осы Ақмола облысының жеріндегі қазіргі Аршалы ауданы Қойгелді дейтін ауыл бар. Сол Қойгелді ауылының жанында Танакөл деген көл бар. Сол Танакөлдің жағасында дүниеге келген азамат. Қазақ халқының аты тірі күнде аңызға айналған керемет және қайсар тұлғасы. Қазақ халқының сақталуына, қазақ жерінің тұтастығының сақталуына барын салып өмірінде күрескен, сонымен тарихта аты қалған тұлға. Жұмабек Ахметұлы өзінің қайраткерлігімен, өзінің дарындылығымен, өзінің еңбекқорлығымен жылма-жыл билік сатысына көтеріліп, қазақ халқына ерекше еңбек еткен шын жанашыр тұлға болған азамат. 23 жылы Нұра ауданында ол кісі референт болып хатшылық қызметтен бастап, кейін солтүстік Қазақстан жеріне қарай қызметке ауысып, Аққайың, Бейнетқор аудандарында жұмыс істеп, осы жер бөлімінің бастығы ретінде ауданда жас кезінде қызмет бастап, солтүстік Қазақстан облыстық атқару комитетінің орынбасары, солтүстік Қазақстан атқару комитетінің төрағасы қызметіне дейін көтеріліп, 14 жыл солтүстік Қазақстанда жұмыс істесе, сол 37 жасында Ақтөбе облысының бірінші хатшысы болған. Сол 3 жыл қызмет істеп жүрген кезде 37 жас пен 40 жастың аралығында екен. Сол уақытта Никита Сергеевич Хрущевтың көзіне түсіп, ерекше дарын қабілетіменен осы қазақ КСР-ның жоғарғы кеңес төралқасының төрағасы болып бекітілген. Сол уақытта Жұмабек Ахметұлы Тәшенов 40 жаста, 45 жасқа дейін бұл қызметті атқарады. Сонда Қазақстанның әкімшілік территориялық ауқымының межеленуі, қайта жаңағы әкімшілік өзгерістерге қол қойған. Мысалы, Талғар қаласының қала статусын алуы 1958 жылы болған. Сонда осы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов қол қойған. Содан кейін мәдениет және өнер қайраткерлерін өте күшті қолдаған, жанашырлық танытқан адам. Осы жаңағы Каукен Кенжетаев, Бибігүл Төлегенова сияқты қазақтың өнер қайраткерлері үйсіз жүрген кезде Алматының ортасында партияның аппаратының адамдарына берілетін қазіргі Қалымбай батыр мен Қонаев көшелерінің қиылысында 1960 жылдар салынған үйді сол аппараттың адамдарын сызып қойып, өзінің жаңағы қайсарлығымен, жоқ, бұл әділетсіз болады, әділі үйсіз күйсіз жүрген осы өнер қазақтың қайраткерлеріне берілсін деп қаулы шығарып, сонда үйді баспананы бергізген осы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов болатын. Онан кейін осы Қазақстанның астанасы ол кезде Алматы, сол Алматы қаласының орталық көшесіне Лениннің көшесі болу керек екенде, қазіргі Абайдың ескерткішінің тұратын жерінде Лениннің ескерткіші тұру керек болған екен. Сонда Мәскеуден түскен қаулыны жойғызып, жоқ, оған қарсы жаңағы аргумент айтып, кішкентай ғана Грузияда Шота Руставелидің ескерткіші бар, Шота Руставелидің көшесі бар, бірнеше есе Қазақстаннан кіші. Ал неге біз өз астанамыз Алматыда оның орталық көшесінде Абайдың көшесі мен Абайдың ескерткішін тұрғызбаймыз? Сондықтан біз солай жасауымыз керек деп Мәскеуге Кремльдің басшыларына қарсы шығып, осы Абайдың ескерткішін тапсырыс берген кезде қазақ халқының атақты мүсіншісі Хакімжан Наурызбаевты шақырып алып, сол жерге орнатылатын жерін көрсетіп, онан кейін ескерткіштің жасалып жатқан кезде бірнеше рет барып нұсқасын көріп, ол жерде жаңағы құрылуы, жасалу, көтерілуіне дейін, аяқталуына дейін барып қадағалап, осы Ұлы Абайдың ескерткішін қазақтың астанасы Алматыда қойылуына себепкер болған, және сол көшені Абайдың бергізуге де себепкер болған, және тікелей ықпал еткен Жұмабек Ахметұлы Тәшенов болатын. Онан кейін 1955-56 жылы ол кісі Қазақстан үкіметінің төрағасы болды. Осы үкіметінің төрағасы болып жүрген кезде 45-46 жаста ғана. Осы уақытта Жұмабек Ахметұлы Тәшенов Никита Сергеевич Хрущевқа Тың өлкесіндегі 5 облысты Ресейге беруге қарсы болып, қарсы шығып, Кремльде кабинетінде жаңағы екеуі қатты айтысып қалған. Сондағы айтқаны, бұл қазақтың жері,
Бұнда ата бабаларымыз жерленген. Сондықтан қазақтың жерін ешбір мемлекеттің құрамына қосуға КСРО-ның конституциясында жазылған заң жоқ. Керек десеңіз, біз Біріккен ұлттар ұйымына дейін арызданамыз. Сондықтан сіз оны Ресейдің құрамына қоса алмайсыз деген аргументтерді айтып, батыл және қайсарлығымен өзінің ақыл парасатымен қарсы шыққанда, осы қорғап қалғанда осы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов болатын. Міне осы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов өмірінде Сағадат Нұрмағамбетов пен Бауыржан Момышұлымен өте жақсы сыйлас аралас болған. Сол кезде осы Жұмабек Ахметұлын Никита Сергеевич Хрущевке қарсы шыққан үшін орнынан алып тастаған. 1961 жылдың 5-6 қаңтарында Қазақстандық бюроның құпия жиналысында ол мемлекеттің есебінен жомарттық жасады және өз ісін дұрыс атқара алмады деп. Жоқ, ол өз ісін дұрыс атқарған, жас кезінен билікке араласқан, ысылған, саяси сахнаға өзінің еңбегімен, қайраткерлігімен көтерілген тұлға болатын. Ал мемлекеттің есебінен жомарттық жасады деп бетіне айыптап басып отырғаны, бұл Алашорда қайраткері Мағжан Жұмабаевтың жесірі Зылиха апамызға кезінде үй бергізгендігі, өнер қайраткерлеріне үй бергізгендігі, сөйтіп сол кезде Тәшенов Алматының ортасында қазақ ауылын тікті деген сынға да ұшыраған. Яғни бұл қазақ қайраткерлеріне, қазақ халқына жанашырлық танытқанын олар мемлекеттің есебінен жомарттық жасады деген сынға алған. Енді бұл әділетсіз айыптау. Онан кейін Жұмабек Ахметұлын орнынан алғаннан кейін 61 жылы қаңтарда сәуір айына дейін 4 ай жұмыссыз ұстаған. Яғни рухты мықты қазақтың мұқалып рухының сынуын бұлар тілеген. Сөйтіп өзінің туған жері Ақмола, солтүстік Қазақстан жаққа қарай емес, оны білмейтін, оны танымайтын жерге барсын және елден жырақ, оның өні де шықпай жатады деген ниетпенен оңтүстік Қазақстан облысының атқару комитетінің 2-ші дәрежелі төрағасының орынбасары етіп жіберген апрель айында. Сонда келген кезде халық алақанына салып өте қатты құрметтеген, қазақтың жер үшін, ел үшін күресіп келген жаралы Арыстан сияқты, Шынжырдағы Арыстан сияқты айбарлы қазақтың азаматы ғой, сондықтан біз құрметтейік, қошеметтейік деп, сол оңтүстік Қазақстанның халқы оны жақсы қарсы алған. Өзінің туған жері болмаса да, оңтүстік Қазақстан жерінде 25 жыл өмір сүрді. Сол жақта қайтыс болды. Сол жақта Шымкент қаласында Ташкентке шығатын жолда сол жағындағы қабірстанға мәйіті қойылған. 1986 жылы Жұмабек Ахметұлының, яғни қазақ әдебиетінің жабылып, газетінің сақталуына да жабылмай, осы тікелей ықпал еткен Жұмабек Ахметұлы Тәшенов болатын. Бостандық аудандары үшін күрескенде 1956 жылдары осы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов болатын. Бірақ өзбек жағы Нұридин Мұхидинов, Шарап Рашидов, Егдар Насирдинова деген басшылары Хрущевпен арасындағы келісімдер арқылы осы мақты өсіреміз, жаңғақ егеміз, басқадай шаруашылықтар дамытамыз деген мақсатпен сол Бостандық ауданының оңтүстік Қазақстан жеріндегі біраз жерлерін Өзбекстан құрамына алып қойды. Оларды кейін жартылай ғана жерлерін қайтарды да, негізгі біраз бөлігі осы халқымен бірге Өзбекстан құрамында қалып қойды. Бұл енді Әпербақан әміршіл әкімшіл жүйенің басшысы, сол кезде Қызыл империяның басшысы Никита Сергеевич Хрущевтің жасаған қиянаты деп айтуға болады. Міне осындай халқын қауіп қатерден сақтап, елін, жерін сақтау, тұтастығын сақтау, сонда өзінің басын бәйгеге тігіп, ешқандай қызмет лауазымын сақтаймын, орын тағымды сақтаймын деп уайымдамай, сол тәуекелге барған қазақтың арасында нар тұлғасы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов деп айтуға толық негіз бар.